Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Абай атындағы Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің негізгі орта білім беру мамандығы физика мұғалімі біліктілігінің 3-ші курс студенті Ахметолдинова Айдана Манарбекқызы. Бүгінгі біздің өтетін жаңа тақырып компьютерлік графика. Сабағымыздың мақсаты білімділік. Оқушыларды компьютерлік графика ұғымымен таныстыра отырып, графиканың түрлері, редакторлар туралы білімдерін қалыптастыру. Дамытушылық. Оқушылардың компьютерлік графикамен жұмыс істеу принциптерін меңгерту арқылы теориялық білімін, ой-өрісін, шапшаң ойлау қабілетін дамыту. Тәрбиелік. Оқушылардың эстетикалық талғамын қалыптастыру. Сабақтың типі жаңа сабақты меңгерту. Сабақтың түрі шығармашылық. Сабақтың әдісі интерактивтілік, түсіндірмелі суреттелік, сұрақ-жауап, көрнектілігі интерактивті тақта, PowerPoint слайд, дидактикалық материалдар. Ұйымдастыру кезеңі. Екінші, сабақтың тақырыпты меңгерту. Компьютерлік графика әртүрлі кескіндерді, сызбаларды компьютердің көмегімен алуды қарастыратын информатиканың маңызды саласы болып табылады. Қазіргі компьютерлік графика қолданылу әдісі бойынша мынандай негізгі салаларға бөлінеді: ғылыми графика, іскерлік графика, көркемдік графика. Соның ішінде ғылыми графика дегеніміз, яғни бұл ең бірінші пайда болған бағыт, оның міндеті объектілерді көрнекті бейнелеу. Ғылыми және инженерлік қызметте ғылыми графика ғылым зерттеулер мен сынаулар жүргізгенде пайдаланылады. Іскерлік графика. Компьютерлік графиканың бұл саласы әртүрлі мекемелер жұмыста жиі қолданылатын иллюстрация жасауға арналған жоспар көрсеткішін есеп беру құжаттарын, статистикалық мәліметтерді осы объектілер үшін графиканың көмегімен иллюстрациялық материалдар жасалынады. Көркемдік графика. Графикалық кескін жасау және редакциялау үшін, мысалы, баспа өнімдерін, жарнама безендіру, фотосуреттерді бояу және өңдеу, мультфильмдер, бейне сабақтар, компьютерлік ойындар жасау үшін қолданылады. Компьютерлік графика екі өлшемді графика және үш өлшемді графика болып бөлінеді. Екі өлшемді графика, растрлық графика, векторлық графика және фракталдық графика. Растрлық графика дегеніміз түрлі түсті нүктелердің жиынтығы, олардың саны бейненің өлшемі шешімі арқылы анықталады. Растрлық графикада кескіндер түрлі түсті нүктелердің жиынтығынан тұрады. Растрлық кескінді құрайтын әрбір пиксельдің өз орнымен түсі болады және әр пиксельге компьютер жадында бір ұяшық болады. Растрлық графиканың мүмкіншіліктері: сурет салу және бояу үшін кез келген түсті пайдалану, ұсақ бөлшектерді анықтап зерттеу үшін кескін фрагменттерін үлкейту, алынған кескіндерді сақтау және редакциялау, мәтінге суреттер қоса отырып көркем хабарландырулар даярлау, графикалық примиттерді пайдалану. Векторлық графиктардың мүмкіндіктері: мәтінмен жұмыс істеудің әртүрлі мүмкіндіктері, графикалық эффектілер көп, объектілермен жұмыс істеу үшін қажетті әртүрлі әдістер, алынған кескіндерді сақтау. Фракталдық графика дегеніміз, фракталдық графиканың жасалу әдісі сурет салуға немесе безендіруге емес программалауға негізделген. Егер растрлық графикада растр, ал векторлық графикада сызық базалық элемент болып табылса, фракталдық графикада математикалық формуланың өзі базалық элемент болып табылады. Ақпараттық өлшем бірлік: 8 битте 1 байт бар, 1024 байтта 1 килобайт бар, 1024 килобайтта 1 мегабайт бар, 1024 мегабайтта 1 гигабайт бар. Графиканың өлшенуі, яғни мына мысалды қарайық. Домино ойыны, яғни мына сөз тіркестерінен сөйлем құрастырайық. Дұрыс шештіңдер деп ойлаймын. Яғни екінші тапсырмада бұнда берілген суреттердің қандай графикаға жататын анықтайық. Еге тапсырма, осы кестені толтырамыз. Яғни бүгінгі түсінген сабақтарың бойынша сабақ аяқталды. Сау болыңдар, келесі кездескенше.